Ескі бағдарламаларды өзгерту. Кішкене болса да бірінші қадамды жасауды қалаңыз. Не білгіңіз келгеніне өзіңізді жұмылдырыңыз. Және де кереметтердің болатынына сеніңіз. Өзгеру үшін жек көремін деген сөзді айтуды тоқтатыңыз. Мен машинамды жек көремін десеңіз, сіз жаңа машина алғанда да әлгі жек көру сезімі сақталып қалады. Сіздің өміріңізде өте жек көруге мәжбүрлейтін нәрселер болуы мүмкін. Одан құтылудың жолы. Мен саған махаббатымды жолдаймын, еркіндік беремін және азат етемін деу. Мен баймын, мен лайықтымын. Мен өзімді сүйемін. Мен өзіме барлығына қолым жетуге және бәрін алуға мүмкіндік беремін деген жөн. Егер сізде құтыла алмайтын бір әдеттер болса, өзіңізден оның сізге қалай қызмет етіп жатқанын сұраңыз. Сонда сіздің өміріңіз ол әдетсіз жарқынырақ болатынын сезінесіз. Бір проблемалардың қайта орала беретініне қарап, өзіңіз туралы еш уақытта мен оншалықты жақсы емеспін деп ойламаңыз. Үңіліп қарасаңыз, мәселе жаман адам болғанда еместігін түсінесіз. Сіз өзіңізге менде бәрі жақсы. Қарашы, мен қаншалықты ілгері кеттім. Маған көбірек жетілу қажет. Және де мен өзімді сүйемін дейсіз. Өмірге өзінің байлықтарын көрсетуге мүмкіндік берудің бір жолы өзіңіз сенетін ақиқаттар жайлы ашық мәлімдеу. Сізге өмірден ләззат алуға кедергі келтіретін идеялар мен ойлардан бас тартыңыз. Өзіңізге және бүкіл әлемге ойлаудың теріс модельдері сіздің қаперіңізден шыққанын жария етіңіз. Өзіңіздегі қорқыныштардан арылыңыз, жүрегіңіздегі тасты лақтырып тастаңыз. Мен мына төмендегі ойларға сенемін және олар маған қызмет етіп келеді. Менің білуім тиістің бәрі мен үшін ашық. Маған қажет нәрсенің бәрі өз орнымен, уақыт сәтімен келеді. Өмір маған шаттық пен махаббат әкеледі. Мен махаббатқа иемін, махаббатқа лайықпын және сүйіктімін. Менің денім сау және бақуатпын. Мен айналысқан істерімнің бәрінде жетістікке жетудемін. Мен өзгергім және жетілгім келеді. Менің әлемімде барлығы тамаша. Жолдаймын, еркіндік беремін және азат етемін деу. Мен баймын. Мен лайықтымын, мен өзімді сүйемін, мен өзіме барлығына қолым жетуге және бәрін алуға мүмкіндік беремін деген жөн. Егер сізде құтыла алмайтын бір әдеттер болса, өзіңізден оның сізге қалай қызмет етіп жатқанын сұраңыз. Сонда сіздің өміріңіз ол әдетсіз жарқынырақ болатынын сезінесіз. Бір проблемалардың қайта орала беретініне қарап, өзіңіз туралы еш уақытта мен оншалықты жақсы емеспін деп ойламаңыз. Үңіліп қарасаңыз, мәселе жаман адам болғанда еместігін түсінесіз. Сіз өзіңізге менде бәрі жақсы. Мен қаншалықты ілгері кеттім. Маған көбірек жетілу қажет. Және де мен өзімді сүйемін дейсіз. Өмірге өзінің байлықтарын көрсетуге мүмкіндік берудің бір жолы өзіңіз сенетін ақиқаттар жайлы ашық мәлімдеу. Сізге өмірден ләззат алуға кедергі келтіретін идеялар мен ойлардан бас тартыңыз. Өзіңізге және бүкіл әлемге ойлаудың теріс модельдері сіздің қаперіңізден шыққанын жария етіңіз. Өзіңіздегі қорқыныштардан арылыңыз, жүрегіңіздегі тасты лақтырып тастаңыз. Мен мына төмендегі ойларға сенемін және олар маған қызмет етіп келеді. Менің білуім тиістің бәрі мен үшін ашық. Маған қажет нәрсенің бәрі өз орнымен, уақыт сәтімен келеді. Өмір маған шаттық пен махаббат әкеледі. Мен махаббатқа иемін, махаббатқа лайықпын және сүйіктімін. Менің денім сау және бақуатпын. Мен айналысқан істерімнің бәрінде жетістікке жетудемін. Мен өзгергім және жетілгім келеді. Менің әлемімде барлығы тамаша. Үй, қасиетті үй. Сізді қоршап тұрғандардың бәрі сіз неге лайық болсаңыз, соны көрсетіп тұр. Өз үйіңіздің жағдайына, киімдеріңізге көз салыңыз. Оларды өзіңізге лайық санайсыз ба? Мен бұл үйді көргім келмейді десеңіз. Сіз өзіңіздің жаныңызға жағатын үйді таба алмайсыз. Өзіңізде барды сүюді үйреніңіз, сонда сіздің осы сезіміңіз жаңа да әсем үйге кіруіңізге көмектеседі. Шексіз мүмкіндіктер. Біздің әрбіріміз әлеммен және өмірмен үздіксіз байланыстамыз. Өз ішіміздегі күш біздің санамыздың көкжиегін кеңітеді. Мына сөздер маған өте ұнайды. Шексіз мүмкіндіктер. Бұл іс қолымнан келмейді, мен әлі жаспын, оған ақша қайда деген сөздер адамның мүмкіндігін тежейді. Пайым мен пікірдің айырмашылығы бар. Пікір сіздің бұл мәселеге қалай қарайтындығыңыз. Мен ақ көйлек емес көк көйлекті ұнатамын десеңіз, ол пікір.
Ал сіз ақ көйлек киген біреу туралы сөз айтсаңыз, ол пайымдау. Сын айтқанда ол бағытталған адамға немесе сіздің өзіңізге зиян тигізетіні есте болсын. Біреуді ренжітсеңіз, кешірім сұраңыз да қайтып ренжітпеңіз. Өзіңізді айыптай берсеңіз, өзіңізді ішкі даналығыңыздай ажырататын қорған соғасыз. Айып сезімінің сізді басқарып кетуіне мүмкіндік бермеңіз. Олай етсеңіз, ол сіздің өміріңізге енетін барлық жақсы және сүйкімді нәрселерді сізге жібермей қояды. Әрбір проблемаңызға өзіңізді жетілдіру мүмкіндігі ретінде қараңыз. Біздің мақсатымыз өз санамыздың шекарасын кеңіту, ескі үйреншікті қалыпты тастап, алға қарай жаңа сыналмаған жолды бастау. Біздің санамыз бұл әлемде ғажайыптарды жасай алады. Шексіз мүмкіндіктер біздің планетамызда және одан тыс жерде қызмет етіп жатқан барлық күштердің бірлігі. Біз өз миымыздың 10%-ын ғана пайдаланады екенбіз. Қалған бөлігі бос жатыр, соны пайдалануға өзімізге өзіміз әсер етпейміз. Өйтпейтініміз, өз күшімізге сенбейміз. Өйткені жас кезімізде біздердің әрбірімізде болған телепатия мен телекинез секілді ерекше қабілеттерімізді ата-аналарымыз бен өзге де тыйым салушылар жоғалтып жіберген. Менімен бірге. Мен шексіз мүмкіндіктер әлемінде өмір сүріп келемін. Менде бәрі жақсы деп қайталаңыз. Осы сөздер жөнінде бір сәт ойланыңыз. Барлығы жақсы. Бір жері ғана емес, аз ғана емес, бәрі жақсы. Осылай болатынына сеніп, сіз жауаптар мен шешімдердің өз өміріңізге енуіне жәрдемдесесіз. Мүмкіндіктер шексіз. Ал біз оны пайдалана білеміз бе, ол біздің жеке ісіміз. Біз, я төрт қабырға арасында қалып қоямыз, я болмаса бостандыққа суырылып шығамыз, және өмір ұсынған жаңа тәжірибеден рахат аламыз. Өзіңізге шыншыл қарауға тырысыңыз. Ішіңізде болып жатқан процестерді, өз сезінуіңізді, әсеріңізді, нанымыңызды бақылаңыз. Түсінік беру мен қатты пікірлерден қашыңыз. Осылай ете алғаныңызда сіз өзіңіздің шексіз мүмкіндіктеріңізді пайдалана бастайсыз.